Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Сіздердің қалдарыңыз жақсы болса, онда біз сабағымызды бастайық балалар. Ең бірінші мен сіздерге экраннан бейне фильм көрсетсем, жақсы ма? Балалар, мұқият қараймыз бейне фильмге. Және бейне фильмдегі балалар әртүрлі ойларға назар аударайық. Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Онда біз бастайық балалар. Қазір бір минут. Байланысты қазір ойларыңызды айтсаңыздар, айта берсеңіздер болады. Не білесіздер бұл кісі туралы? Қол көтеріп жауап берсек? Қазақ балаларының оқуға жақын адам, сол кезде әртіпе шығарып, қазақ балаларына өзінің қазақша айтып керек. Жақсы, керемет. Тағы да қандай қосымша? КСР кезінде қазақ халқындағы түрлі зомбылықтарға қарсы алаш ордасына қосылып, алаш ордасының арнайы белсенді жұмыстеріне көп үлес қосқан адам. Өте жақсы, тамаша, керемет. Әрқашан қазақ жеріне алғысы келеді, өте болып, өзін сезген. Өзіміз бар мақсаты қазақ адамдарының жағдайын жақсарту деп жауап береді. Өте жақсы балалар. Яғни біз бейнефильмді қарап шықтық балалар, және сіздердің ойларыңызды тағы да қосымша айтатын ойларыңыз бар ма? Ақылбек Байтұрсынов, Айнұр? Ақылбек Байтұрсынов қазақ әдебиетінің өкілі, ерекше тұлғасы болған және қоғам қайраткері. Жақсы. Ол кісі сонда балалар жан-жақты тұлға, бірақ негізгі ол кісінің саласы қандай сала еді? Қазақстан қандай сала? Мұғалім, жақсы. Ал негізінен қандай саланы керемет дамытқан балалар? Әдебиет, дұрыс. Қазақ әдебиеті, тіл маманы болған, балалар, тілді зерттейтін ғылымды біз лингвистика деп атаймыз. Енді осы жерде лингвистика ғылымының негізін, қазақ лингвистика ғылымының негізін қалаған тұлға болып саналады, және қоғам қайраткері. Балалар, қоғам қайраткері. Жақсы. Балалар, ондай болса, біз жаңа айттық, бұл кісі тіл маманы, яғни бұл кісінің шығармашылық таланты бар ма? Бар. Өлеңдері бар ма? Бар. Естіңдер ме ол кісі өлеңдерін атауларын? Жақсы. Қазір көрейік, балалар. Яғни мен сіздерге слайд бойынша анаграмманы ұсынамын. Балалар, сіздер слайдқа қарайсыздар да, осы жерде жасырылған балалар, яғни ол кісінің өлеңнің атаулары бар. 4 өлең атауы бар. Қарап жіберіп, тапсаңыздар. Қол көтеріп жауап беруге болады? Қаздар. Қандай? Қаздар. Дұрыс айтасың. Өте керемет, тамаша. Маса. Өте жақсы, тамаша. Екіншісі, енді біреу қалды? Ойлар. Ой, керемет, тамаша. Тағы біреу қалды балалар. Іздейші. Маймыл, дұрыс айтасың. Ондай да өлеңі бар балалар. Дұрыс айтасыңдар, маймыл. Яғни, дұрыс жауап таптыңыздар. 4 өлеңі ол кісінің, яғни маса деген жинағы бар. Қаздар деген өлеңі бар. Ойлар, дұрыс айтасыңдар, және маймыл. Балалар, яғни бұл ол кісінің өлеңдерін атаулар. Балалар, ол кісінің енді 50-ге жуық, 40-50-ге жуық өлеңдері бар. Өте керемет, ол өлеңдермен біз әлі танысамыз. Сабақ барысында сонымен біз сабағымызды ол кісінің өлеңдерінен бастадық. Ұмытпады, біз сол өлеңмен аяқтаймыз. Жақсы ма? Бірінші, яғни мен сіздерге сабақ барысындағы қазір жұмыспенен таныстырып өтсем. Балалар, яғни біз бүгін Ахмет Байтұрсынұлының қоғамдық қызметі және ол кісінің ғалым ретіндегі қызметін зерттесек. Жақсы ма? Зерттеуші болсақ. Енді осы жерде сіздерге мынадай сұрақ. Жалпы зерттеу қалай жүргізіледі? Неден басталады зерттеу? Оның туылған жерінен, қай жылы туылғандығынан, және қай мектептерді, қай жерлерді бітіргеннен бірінші тәжірибесін қай жерден басталған. Жалпы зерттеу
тек қана ол кісіге байланысты емес, зерттеу үдерісі жалпы қалай басталады? Жоспар құрудан, жақсы тағыдан қандай ойларым бар? Несіңдер бір мәселені зерттейін деп жатсыздар. Жоспар құрудан, ақпарат жинау өте жақсы, тағыдан ең бірінші мен зерттегілерім келеді. Бірінші сендер не істейсіңдер? Ақпарат жинаудан бұрын өмірбаян, иә? Дұрыс, немесе нені анықтайсыңдар сендер? Жоқ, бірден өмірбаян. Молодец, дұрыс айтасың. Бірінші тақырыпты анықтаймыз. Бізге маған осы тақырып қызықты. Мен осы тақырыпты зерттеймін. Бірінші тақырыпты анықтаймыз. Ал тақырыпты анықтап алдық. Одан кейін не істейміз? Жақсы, сосын мәліметтер жинаймыз, ақпарат жинаймыз көбірек. Дұрыс айтасың. Жан-жақтан қайдан жинауға болады ақпаратты? Шәкірттерінен. Жерде тұлғаны ғана алмаймыз. Кез келген зерттеуді алып отырмыз. Жақсы, ақпарат жинаймыз, шәкірттерінен, тағы да. Қайда барасың, шәкірт жолдас ештеңке болмаса? Өскен жеріне, туған жерге барсың. Ал онда жағдай жоқ туған жерге баруға. Не істейсің? Кітапханаға барасың. Дұрыс. Тағы да не бар? Деректер жинақталған жерде. Қазіргі электронды жағдайда түрлі мәліметтерді жақсы, ғаламтордан іздейсің, жақсы, және тағы да қандай дерек сақталған жерді біз не дейміз? Мұражай, сосын архив, дұрыс айтасың. Міне осындай көптеген мүмкіндік бар, деректер жинап. Ал деректерді жинап алдық, тақырыпты анықтадық, дерек жинап алдық. Одан кейін не істейміз? Бәрі бар бізде. Одан кейін не істейміз? Басып шығарамыз ба? Бірден зерттеуді бастаймыз. Сен сол тақырыпқа байланысты жинақталған мәліметтерді бәрін істейсің. Дұрыс. Іздейсің, жинақтайсың. Жақсы. Ары-қарай. Пазл ретінде жинайсың. Рет ретіменен қойысың. Дұрыс айтасың. Бәрін рет ретіменен қойып алдық. Одан кейін біз басында қойған тақырыпқа байланысты не істейміз? Бітті, бәрін жасап алдық, болдық, зерттеп алдық. Дұрыс айтасың, өте жақсы, молодец. Біз қорытынды нәтиже айтамыз. Өте жақсы. Енді барлығын дұрыс айтыңдар, бірақ мен сіздерге тағы бір кезеңді қосып жіберсем, бұл жерде біздің, яғни тақырыбымызды қарамыз, біздің зерттеу тақырыбымыз сонда қандай екен? Ұстаз ретіндегі зерттеу жүргіземіз. Біздің мақсатымыз балалар қараңдар қандай? Ахмет Байтұрсыновты яғни біз екі жақталамыз. Ол қазақ тілі қоғамын негізін салушы ретінде бір зерттеу жүргіземіз, қоғам қайраткері ретіндегі бір зерттеу жүргіземіз. Жақсы ма? Осындай тақырып анықталды ма? Анықталды. Енді ары біз не істейміз? Ақпарат жинаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Ақпарат жинаймыз балалар. Жақсы. Сонымен зерттеу кезеңдерінен танысып өтейік. Тақырыпты анықтадық. Сендер айтыңдар, біз ақпарат деректермен жұмыс жүргіземіз, жинап аламыз, нәтижелерді жиналған нәтижелерді бәрін өңдейміз және қорытындылаймыз. Бірақ осы жерде бір мәселені мен қоссам. Гипотезаны ұсыну. Балалар, гипотеза өте қажет кез келген зерттеу жұмысында. Гипотеза дегеніміз ол болжам. Мысалы тақырып бар. Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы. Біз қандай болжам күтіп отырмыз осы зерттеуімізден? Не күтіп отырсыңдар сендер? Қазақ халқына өзінің қандай үлесін қосқаны туралы. Нақты, жақсы, білуіміз керек. Жақсы, тағы да қандай болжам күтіп отырсыңдар? Не күтіп отырсыңдар осы зерттеуден? Еңбектері, кітаптар. Қызықты мәлімет, оның өміріндегі дұрыс ішкімесіне бұрын, өлеңдері өте жақсы. Жақсы, онда зерттеу кірісеміз ба? Кірісейік. Жақсы. Сонымен кез келген зерттеу кезеңдер, бұл енді өте қарапайым жүрісі. Тақырыпты анықтаймыз, гипотеза ұсынамыз, деректермен жұмыс жүргіземіз, нәтижелерді жинақтап өңдеп жібереміз, сосын қорытындылаймыз, нәтижені көрсетеміз балалар. Енді мен сіздерге бұл жұмысты жасау үшін, яғни сіздер екі топ болып отырсыздар. Сіздер балалар
қай жағын таңдайсыздар? Қоғам қайраткері ретінде ма, немесе қазақ тілі ғылымына қосқан тілді алған бірінші ұстап алды, ұстап тілді алсын. Сендер енді қоғам қайраткері боласыңдар. Жақсы бала. Мына ортаға енді сіздерге қарап келейін. Қараңыздар. Мен сіздерге кішкене уақыт берем, бір 10 минут, 7-10 минут уақыт берем. Алдарыңызда ресурс тұр, оқулық тұр. Сіздер не жинайсыздар? Ақпарат, зерттеудің екінші кезеңі. Ол кісінің кім ретінде? Ғалым ретінде. Сіздер не ақпарат жинайсыздар? Қоғам қайраткері ретінде. Көреміз қазір ақпарат жинай аласыздар ма, жоқ? Балалар, мен таймер қосып жіберейін. 7 минутқа қастарына барып, өзің көмек беріп жүрем. Жақсы ма? Сол қағазға, басқа қағазға бәрін барлығын жинақтай беруге болады. Бастаңдар. Лингвистика деген сөзді ұқпайды. Жақсы. Оқулықты қараймыз, іздейміз, тақырыптан қарапайымыз, жан-жақта бір-біріміз көмектесеміз. Тұрып жүруге болады бала. Қарап, тастарды. Ренжімейміз бір-бірімізге. Жаза берді, соның үстіне жаза берді. Ал, айтырсын қоғам Жақсы, енді бір-ақ минуттарымыз қалды. 1 минутта өз ойларды жинақтап, ортаға шығып таныстырамыз. Қандай деген жинадыңдар? Және ол сіздердің зерттеу тақырыптарыңызға қандай қатысы бар? Газета бас ол кісі маман болмаса өте алмайды. Бас редактор кез келген жерде мақаланы ол кісі тексереді. Сигнализациясын тексереді, қатесін тексереді. Себебі көпшілік болып қорқылаймыз, бала қорқылаймыз, дайындаламыз.
болады. Harflarni шығуға болады. Келесі ал болды, жинақталайық. Жұмысымызды бәріміз толықтатайық. Дайынсыздар ма? Жақсы. Уақытымыз бітті. Сонымен бірінші біз тілден бастайық. Жақсы ма? Ғылым-сандық балалар қызметтен бастайық. Сіздер енді қоғам қайраткері ретіндегі зерттеуді тоқтатамыз. Қыздар тоқтатамыз. Және бір-біріміз тыңдаймыз. Келе қойыңыздар. Мұқият тыңдау керек балалар. Ол сіздерге өте қажет. Сонымен зерттеудің нешінші кезеңі бұл? Жаңа қоғамдардың ішінде нешінші кезеңі бұл? Үшінші кезең. Ақпаратты жинақтап, сіздер оны өңдеп енді таныстырасыздар. Ал тыңдайық. Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімінің негізін қалаушы ретінде саналады. Және де қазақ тілінде көптеген кітаптар жазған. Оның ең алғашқы кітабы қазақ тілінде жазған лингвистика түсінігіне анықтама беріп, және де тіл құрылымын зерттеп жинақталған кітабы «Тіл құрал» деген кітап жазған. Ол қазақ тілінде ең алғашқы кітап болып саналады. Және де Ахмет Байтұрсынұлы 1911 жылы Маса өлеңдер жинағын шығарған. Маса өлеңдер жинағында қараңғы қазақты білімге, ілімге шақырған. Және де олар қараңғы қазаққа күн сәуле болу үшін көптеген қазақтарды бәрін мәдениетке және де қоғам құруға шақырып отырған. Жақсы. Сондай Ахмет Байтұрсынұлы араб тілдерінен аударып қазақ тілінде әліпби шығарған. Сондай қазақ мектептерінде көптеген оқулықтар таратып, балалардың мектептерде жақсы оқуын, білім алуына көп үлес қосқан. Яғни ол кісі сонымен қатар ағартушы болған, ағарту жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар 1913-1918 жылдары қазақ газетінің бас редакторы болып жұмыс жасаған. Онда ол қазақ халқын өнер білімге шақыра отырып, қазақ халқының мәселелерін айтып отырған. Өте жақсы. Осыған қоса Ахмет Байтұрсынұлы халықаралық петициясының авторы болған. Дұрыс, өте жақсы. Орынборға келгеннен кейін қазақ әліпбиінің грамматикасын зерттеп, ол жердегі басқа тілдерден ене қажетті сөздерді алып тастаған. Дұрыс айтасың. Неге бейімдеген сонда ол? Не үшін алып тастаған? Қазақ тілінің көбірек таралып, қазақтар өз Халыққа қазақ тілін үйрету үшін. Дұрыс. Біздің тілге бейімдеген, балалар жасаған әліпби біздің тілімізге, біздің дыбысымызға, біздің дауысымызға, барлығына бейімдеген. Өте жақсы. Біз ол әліпбиді пайдаланамыз. Балалар, жақсы, өте жақсы. Рахмет. Енді бұл кісілер ғалым, лингвист, тілтанушы ретіндегі мәліметтерді айтып шықты. Енді сіздер қоғам қайраткері ретінде айтсаңыздар. Ал ол кісінің тағы да ең үлкен саласы бар. Қоғам қайраткері, ел басқару, елге қызмет ету. Ал жақсы, тыңдайық. қазақ халқының қоғамдық түрлі іс-әрекеттеріне Ахмет Байтұрсынов көптеген еңбектерін арнаған және де көптеген осыған байланысты қиын да, ауыр да, жеңіл де жұмыстарды атқарған. Солардың бірі 1920-21 жылдары қазақ АКСР-ында комиссар болып жұмыс істеген. Ол комиссар болып жұмыс істеген кезде қазақ елдеріндегі түрлі жұмыстарды атқарып және де қазақ елінде әліпби шығаруға өзінің үлкен бір зор үлесін қосқан. Оқу ағарту министр қазіргі, сол кездегі комиссар. Бізде оқу ағарту министрлігі бар, сол сияқты қызмет атқарған, дұрыс. Ахмет Байтұрсынұлы сонымен қатар қазақ элитасы. Яғни ол көптеген қазақ еліміздегі жоғары оқу орындарында сабақ берген. Жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы қырқалы петициясының авторы болып саналады. Яғни ол сол жердегі қоғам қайраткерлерінің бірі. Ол әрбір адамның арын қорғау және де сол жердегі өзекті мәселелерді қорғау ретінде танылған. Яғни ол сол жиынға Қазақстанның қоғам қайраткері ретінде қатысқан. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы алаш үкіметіне кірді, себебі ол білім мен мәдениетке қатысты мәселелерді жасады. Жақсы. Шешті.
Дұрыс айтасыз, осы сөз дұрыс. Шешті ол кісі. Жақсы. Бакуде өткен бірінші түркология съезіне және Қазандағы халық ағарту қызметкер съезіне қатысып, ол кезде білім беру жүйесін дамыту мәселесін көтерген. Өте жақсы. Сонда бұл кісі қоғам қайраткері ретінде қандай саланы балалар дамытты? Қазақ тілді қазақ жерінің дамуын. Қандай саланы дамытты? Қандай білім беру жүйесін? Бізге тікелей қатысты, бала. Сол үшін біздің ең басындағы зерттеу тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынұлы, ары қарай не дедік біз? Ұстазы. Ол білімге үлкен көңіл. Ол өзінің сөзінде, мен қазақ халқының білім жүйесін көтеру үшін, бұл менің мақсатым, және де осы жүйені қолға алатын біреу болса, мен оны соңына дейін қолдауға дайынмын деп айтқан болатынмын. Өте жақсы. Жақсы, сонымен бұл біздің үшінші кезең. Біз деректерді, қажет деректерді іріктеп алдық. Ресурсын ішінде тауып алдық та іріктеп алдық. Енді ары қарай не істейміз? Реттеп алдық. Енді ары қарай не істейміз? Енді қорытынды нәтиже шығарамыз. Қорытынды нәтиже шығарған кезеңде қандай түрде қорытынды нәтиже шығаруға болады? Зерттеу тақырып анықталды. Мәліметтер табылды, олар іріктелді. Енді соның нәтижесін қандай түрде шығаруға болады? Қалай ойлайсыздар? Зерттеу бітті, жақсы, жариялайсыздар, жариялауға болады, бұл жерде таныстыру. Ең бастысы сіздердің басындағы, Біз Ахмет Байтұрсынұлының қоғам қайраткері екенін, және де тіл білімі жайында түрлі мәліметтер жинаған, дәлелдеп, осының барлығын бірге қорытындыға жинаймыз. Яғни біз сол қоғамда жұмыс істеген, тіл бойынша өзекті мәселелерді көтергені бойынша біз қорытындылай жасаймыз. Яғни біз сол жұмысты атқарған туралы дәлелдейміз. Дұрыс айтасың. Өте жақсы. Қазақ Байтұрсынұлы шежіреңде білімде тұлға болған, қазақ әдебиетінің негізгі қалаушысы десем де болады. Ол өзінің жас түлектерге, яғни балалардың біліміне барлық күш-жігерін салған, және де ол өз мақсатына өзі жете білген адам. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Өте жақсы балалар. Өкінішке орай, егер тірі болғанда, ол кісі 1937 жылы болып кеткен, егер ол кісі тірі болғанда, біздің қазақ тіліміздің мәртебесі өте жоғары деңгейде көтерілер еді, балалар. Жақсы, өте жақсы. Сонымен бұл кісінің Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы ретіндегі таңдаған тақырыбымызға байланысты біз жауап бере алдық па? Ұлт ұстаз ол кісі. Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы балалар. Енді мен сіздерге қазір балалар таратамын парақты. Біз сол парақта барлықтарыңызға балалар оқулықты жабуға тапсырма беріп отырмын. Түгел оқулықты жабайық енді. Түгел оқулықты жабайық. Және сіздер осы жерде мен сіздерге 10 сұрақ дайындап қойдым. Сұрақтарымыз біздің бөлінген. Қараңыздар. Міндетті түрде тарихта не маңызды? Жер атаулары тағы адамның есімдері. Дұрыс айтасыңдар. Осында 4 топ. Яғни бірінші 3 мерзім, одан кейін 2 термин, 2-3 географиялық атау және 2 есімді беріп отырмын. Осыған байланысты сіздер жаңа деректерді қараған кезінде не есте сақтадыңдар соны көрсетемін. Жақсы ма? Жақсы. Балалар, енді қазір мен парақтарды сіздерге таратайын. Ағара берелерді, бір-бірлерді таратып, ағара берел болды. Осы жұмысты орындауға сіздерге бір 3 минут уақыт берсем. Жақсы ма? Жақсы. Жақсы. Қаражын берсе, ағара. Балалар, яғни мұқият қараңыздар. Осы жерде, осы параққа сіздер, яғни осы сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Тек қана сұрақ жағын аша қойыңдар, балалар, сұрақ жағын аша. Қазір жетпей қалды ма біреу? Ақыл қалды ма? Жақсы. Сіздерге жетті ма? Түгел жетті ма? Жақсы, жақсы. Балалар, яғни түгел жетсе, жұмысты бастайық. Жұмысты бастайық, балалар. 3 минут уақыт.
To'xtasamiz. Biz жұмыста барлық жұмысты тоқтатамыз. Енді былай жасаймыз. Парақтың төбесіне ат жөндерін жазыңдаршы. Парақтың төбесіне өздерінің ат жөндерін жазыңдар. Ат жөндерін жазамыз. Жаздық па? Иә. Енді қарама-қарсы бір-бірімізге береміз. Тексертуге. Береміз бір-бірімізге. Ауыстырамыз парақтарымызды. Қайдан сен енді өз. Мына жерде бір-бір артық болу керек. Сен Сайдардікі, Сайдардың Сандуашық тексересің. Сандуашық тексересің. Балар, қазір экранға назар аударыңдар, экранда жауаптар. Осы жауапқа сәйкес келетін болса плюс минус қоямыз, жақсы ма? Қарап, тексеріп, бал қойып жіберген ең аяқта. Жылы ғана 50 жыл өткен соң Байтұрсынұлы ақталды. Одан кейін 2000 жыл 15 қыркүйекте Қостанай қаласында оған арналған ескерткіш ашылған екен. 1920-21 жылдары халық ағарту комиссары болды ол кісі. Келесі лингвистика ол тіл туралы ғылым. Петиция ол билікке жіберілетін жазбаша өтініш көпшілік халықтың. Келесі географиялық атаулар Қостанай облысында ол кісі туған. Орынбор қаласында мен мұғалімдер мектебінде оқыған ол кісі. Архангельскіге 3 жылға жер аударылды. Және есімге байланысты бізде 2 есім бар. Назарбаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Ахмет Байтұрсынұлына арналған ескерткішті ашады Қостанай қаласында. Екатерина Пешкованың қолдау хатыменен 1934 жылы Ахмет Байтұрсынұлы босатылған еді. Тексеріп шығамыз, ең астынан бал қоямыз. Тездетеміз, бір-бірімізді бағалап жіберейік. Неше плюс, неше минус болды. Астына бал қойып жібереміз. Тез, маған сұсынап беремін. Жақсы, енді мен балдарды өзім үйде көремін. Содан кейін сіздерге және сіздердің сабақтағы көрсеткен белсенділіктеріне байланысты балды қосамын немесе аламын. Жақсы ма? Келісесіңдер ме? Жақсы. Балдарды оқиын ба? Енді мен бір қарап шығайды, айтайын, қандай балдың төңірегіндегі бала сендер білімдері бар екен. Мен бүйтіп қарап отырған өзіне жағынан не сияқты? Жазып қалмады? Түгел бердім бі? Жақсы. Мына жерде 8 балдар бар екен. Бала. Жақсы. 6 балдар бар екен, 5 де бар екен. Одан да кішкене төмелік балдар бар екен. Негізінен балдар енді орташа балға салай 7 бал деп айтуға болады. 8 бал бар. 8, 7, 8, 9 бал бар. Өте жақсы. Балдар. Жақсы. Сонымен оқулықтан қайтадан аша қойды. Қайтадан аша қойды. Балдар. Сонымен біздің зерттеуіміздің балалар қорытынды кезеңі қазір болады. Біз қорытынды кезеңін, яғни ол кісіге баға беруіміз керек. Бірақ біз бағаны ол кісіге бере отырып, өзімізді де бағалайықшы. Жақсы ма? Себебі бұл сендердің жұмыстарың бағалап бізде қалай жүргізеді. Білесің, және кері байланыс арқылы. Жақсы ма? Жақсы.
Қараймыз, экран назарларыңыз. Балалар, сіздер қазір рефлексия жасайсыздар. Яғни, осы парақтың артында, бұл жерге қарамай қойды, кім-кімдікі екендігіне, балалар, шеңбер тұр. Осы шеңберлерді ішінде тарата салғаламыз. Осы шеңберді ішінде сіздердің сабақтағы өздеріңіз қойсаңыздар. Қалай қатыстыңыздар? Не қызық болды? Қандай жаңа ақпарат алдыңыздар? Сабақ жалпы түсінікті болды ма сіздерге? Соны жазып жіберсеңіздер. Қарамай қойды. Жақсы. Жетімі болды. Бала, қасында тағы да есімдеріңді жазып, бала, сендер шеке жоқ есімдерді жазып, өздеріне бағалайсыңдар. Өздеріңді бағаласаңдар. Ахмет Байтұрсынұлының қызметін, бала, оның қоғамдағы, ғылымдағы қызметіне жалпы жақсы баға беріңіздер. Ол кісінің үлкен рөлде атқарғандығын көрсетті. Енді өздеріңізді көріңіздерші бағалар. Жаза беріңіздер. Сол әршендердің тұсына жаза беріңіздер. Бір ауыз сөз болса да жазыңыздар. Қазір енді барлықтарыңыз емес, кейбіреулерді сол бағалауыңызды айтсаңыздар. Жақсы ма? Bravo, stop here, şu böyle жинақтанда да bravo сөз бойынша жауап беруге болады. Белсенді болмаса да белсенді болған жоқпын деп жазыңдар. Al, kım okusun dedi. Böyle bu. Nasıl ediyor şu? Бүгінгі сабақта Ахмет Байтұрсынұлы туралы көптеген ақпараттарды зерттей отырып, көп заттар түсіндіріп, көптеген мәлімет алдым. Яғни қазақ тіліне сіңірген қандай еңбектері жария еткен, қоғам саласындағы қандай көптеген заттар атқарған туралы білдім. Бүгінгі сабақ үшін көптеген қызықты түсінікті ақпараттар алдым. Бүгінгі сабақ Жақсы. Bravo сөзде, көбіне тез айтамыз. Бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты болды, бірақ мен өзімді Ахмет Байтұрсынұлымен мүлдем салыстыра алмаймын. Менің ойымша қазіргі заманда Ахмет Байтұрсынұлына ешкім жетпейді, себебі ешбір адам өз елі үшін жанын құрбан етіп, өз елін бұлай дамыта алмайды. Енді ондай тұлғалар бізде негізі көп болды. Сол заманда әсіресе бар. Қазіргі заманда салыстырған. Енді қазіргі заманда да бар енді тұлғалар дегенмен. Бірақ ол кісінің рөлі бөлек. Ол кісі бір төбе, әрине бір төбе. Мен бүгінгі сабаққа белсене қатыса отырып, Ахмет Байтұрсынұлының қазақ үшін өте маңызды тұлға екеніне тағы да бір рет көреміз. Мен бүгін сабақта белсенді болды деп ойлаймын. Және де біздер үшін Ахмет Байтұрсынұлының жазған кітаптары, жасаған еңбектері өте қызықты болды. Және де қоғамдық жұмысымен бірге тіл білімі жұмысында көптеген жаңа ақпарат алдым. Және де Ахмет Байтұрсынұлының жасаған еңбектері маған өте қызықты. Өте жақсы. Қысқадан нұсқа, Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Және де Ахмет Байтұрсынұлы жайлы көптеген ақпараттарды білдім. Оның өмірбаянымен қазақ халқына тигізген көптеген пайдаларын және де еңбектерін білдім. Жақсы, балалар, көптеген ақпарат емес, нақты ақпаратты айтайыншы. Жақсы ма? Нақты мынаны білдік. Бүгінгі сабақ өте қызықты және ақпаратты өтті. Бұл сабақта мен Ахмет Байтұрсынұлының қазақ халқының ұстазы болған, қазақ тілін қалай дамытқысы келген және ең бірінші әріппен жазғанын білдім. Жақсы, соны айтайық. Бүгінгі сабақта көптеген қызықты ақпараттар алдым. Бұрын естімеген ақпараттарды алдым. Ол кісінің қоғамға қатысы туралы білдім. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ жеріне балаларына тигізген пайдасы өте көп. Өте жақсы. Барлықтарыңызда осындай сияқты балалар рефлексия бар деп ойлаймын. Қосымша одан басқа ойларың бар болса айтуға болады. Одан басқа. Жақсы, енді барымыз бір ортақ қорытындыға келдік па? Баға бердік па ол кісіге? Жақсы, баға бердік. Енді балалар, сендер маған келіп айтасыз, жақсы ма?
екеулеріміздің арамызда сіздер сынып болып, мен болып, бір-бірімізге, яғни кері байланыс берсек. Бір сөзбенен, бүгін тарих сабағында бізге ұнағаны, не ұнады бір сөзбен? Бүгін бір сөз сабағында бізге ұнағаны, мен ол жерде біз сөздерді шығармасын табым. Жақсы. Бір сөзбен, не ұнады? Топпен зерттеу жүргізу. Ғылыми ағартушылық жақсы бір сөзбен. Маған кері байланыс. Қосымша ақпаратпен танысу жұмысы ұнады. Өте жақсы. Жақсы бала. Тағы да қосымша. Бүгінгі сабақта оның қоғамға және де тілде өзінің жемісін, тіл өзінің себебін тигізген туралы нақты факттарды білді. Қызық тапсырма бар. Тұлғаларды жақындау. Жақсы. Сонда мен келесі сабақта сіздерге топпен жұмыс көбейтемін. Одан кейін зерттеуді көбірек жүргіземіз. Жақсы ма? Осы сіздерге ұнаса, болды. Жақсы. Алар ең басында. Яғни біз бүгінгі сабақта Ахмет Байтұрсыновты басқа қырдан танып білдік. Жақсы, жақсы. Бала, енді ең басында мен айтайын. Біз сабақты неден бастап едік? Өлеңменен. Бала, мен сол өлеңменен аяқтағым келіп тұр. Ахмет Байтұрсынұлының «Оқ балалар» деген өлеңі бар. Соны тыңдағылар келе ма? Иә, сол өлеңді тыңдап жіберсек, балалар. Жақсы. Қазір мен сіздерге оқуға шақыру деген өлеңін оқимын, мұқият тыңдаймыз, балалар. Ол кісінің өлеңі керемет. Балалар, оқуға бар, шаппағыра, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамда, ұшқан құста, жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қолыңызда жүр жігіт сүйре, барады араларда ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шап, ың-жың орман, оянып жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ дауысы, сайраға сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ауқарап жүр, тоғайда орақ даусы шаң-шұң ұрған. Алдалап ал кітапты қолдарыңа, қолдарын Құдай сүймес жалғау болған. Ахмет Байтұрсынұлы. Өте жақсы, бала. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйде тапсырма ретінде қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері қалай балалар насихатталып жатыр, сол туралы мәлімет жинақтап беріңдер. Жақсы ма? Сабағымыз аяқталды, барлықтарыңызға көп рахмет.